Жапония әлемдегі ең көп ұзақ өмір сүретін адамдар елі. Жапонияда 70-тен асқан адамдар баспалдақпен 40 жастағылар сияқты жеңіл көтеріледі. Бұл генетика емес, бұл жапондардың күн сайын көбіне өздері де байқамай жасайтын алты жаттығуы. Ал батыс медицинасы оның неге кез келген таблеткадан тиімді екенін енді ғана түсіне бастады. Онда 80 жастағылар тау соқпақтарымен жүре алады, бақшада жұмыс істейді және толықтай өз бетінше өмір сүреді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сүйенсек, батыс елдерінде адамдар 50 жастан кейін-ақ аяқ бұлшық еттерінің күшін жоғалта бастайды. Аяқ бұлшық еттерінің әлсіреуі тізбекті реакцияны іске қосады. Орындықтан тұру қиындайды, баспалдақпен көтерілу ауырлайды. Құлап қалу қаупі күрт артады. Ал қарт жастағы құлау көбінесе өз бетінше өмір сүрудің аяқталу нүктесіне айналады. Бірақ жапондар мұның алдын алудың жолын тапқан. Ең қызығы, олардың әдістері фитнес залдарда ұсынылатын жаттығуларға мүлде ұқсамайды. Олар ауыр салмақ көтермейді, марафон жүгірмейді. Олар жай ғана күнделікті өмірін солай ұйымдастырған. Күнделікті әрекеттері өздігінен ұзақ әрі белсенді өмірге қажет бұлшық еттерді күшейтеді. Қазір мен сіздерге осы 6 жаттығуды айтып беремін, бірақ бірден келісіп алайық, олар тек үнемі жасалғанда ғана әсер етеді. Бір рет жасап көру қызық тәжірибе ғана, ал оны өмір салтына айналдыру болашағыңызды өзгерту. Бастамас бұрын пікірге өз аты-жөніңізді және қай қаладан көріп отырғаныңызды жазыңыз. Денсаулығына саналы түрде мән беретін адамдардың қайда өмір сүретінін білу мен үшін өте қызық. Бірінші жаттығу: азиялық немесе тынығу приседі. Міне, ең қызықтысы осы жерден басталады. Жапондар терең присетті жаттығу ретінде емес, тынығу қалпы ретінде қолданады. Елестетіп көріңіз, креслоға отырудың орнына олар тізерлеп отырып демалады. Оқиды, әңгімелеседі, шай ішеді. Сол кезде не болады? Демалып отырғанымен бір уақытта санның алдыңғы бөлігі, артқы бұлшық еттері, жамбас және бүкіл корпус жұмыс істеп тұрады. Яғни адам демалады, ал денесі жаттығып жатады. Бұл диванда жатып бұлшық еттің өздігінен күшейіп жатқандай әсер. Токио университетінің зерттеушілері таңғаларлық бақылау жүргізген. Олар 70 жастан асқан терең присетте отыру әдетін сақтаған адамдарды мұндай әдеті жоқ адамдармен салыстырды. Нәтиже ғалымдардың өзін таңғалдырды. Бірінші топтағы адамдардың аяқ күші 50 жастағылармен бірдей болған. Бар болғаны бір әдеттің арқасында биологиялық жас 20 жылға жас көрінген. Қалай дұрыс жасау керек? Аяқтарыңызды иық деңгейінде қойыңыз. Жайлап төмен түсіңіз, жамбасыңыз еденге жақындағанша. Идеалда өкшелер еденге толық тиіп тұру керек. Бірақ маңызды бір жайт бар. Еуропалықтардың көпшілігінде, әсіресе 50 жастан кейін, жамбас буынының құрылысы мен ахилл сіңірінің қысқалығы салдарынан өкше еденге толық тимейді. Бұл қалыпты жағдай. Егер сізде солай болса, өкшенің астына оралған сүлгі немесе кішкентай тіреу қойыңыз. Бұл тізелеріңізді шамадан тыс жүктемеден қорғайды және арқаны дұрыс қалыпта ұстауға мүмкіндік береді. Арқа бейтарап күйде қалуы керек. Егер сіз бұл жаттығуды бұрын мүлде жасамаған болсаңыз, әсіресе жасыңыз 60-тан асса, міндетті түрде тірекпен бастаңыз. Тұрақты орындыққа немесе үстелге сүйеніп, қалыпты бар болғаны 20 секунд ұстаңыз. Әр апта сайын 10 секундтан қосып отырыңыз. Мақсат тірексіз 2-3 минутқа дейін жету. Жаттығуды дұрыс жасап жатқаныңызды бірден түсінесіз. Аяқ бұлшық еттері жұмыс істеп тұрғанын сезесіз, бірақ тізеде ауырсыну болмайды. Егер тізеңіз ауырса, демек сіз не өкшені тірексіз жерден көтеріп отырсыз, не арқаңызды тым қатты дөңгелетіп жібергенсіз. Осыны түйретсеңіз, бәрі өз орнына келеді. Бұл жаттығу тек күш беріп қана қоймайды. Аяқтағы қан айналымы жақсарады, себебі көк тамырлар мен күре тамырлар табиғи созылған күйде болады. Ас қорытуға көмектеседі, өйткені ішкі ағзалар жұмсақ массаж алады. Сонымен қатар ішкі тәртіпті, алғашқы жайсыздыққа сабырмен төзе білуді үйретеді. Бірден беріліп кетпей, тыныш сақталуға көмектеседі. Бұл жаттығуды күніне 3-5 рет жасаңыз. Уақытын біртіндеп ұлғайтыңыз. Бар болғаны 3 аптадан кейін орындықтан тұру жеңілдегенін, ал күн ішінде аяқтың бұрынғыдай қатты шаршамайтынын байқайсыз. Екінші жаттығу: бір аяқта тепе-теңдік сақтау. Бұл жаттығу күлкілідей қарапайым көрінуі мүмкін, бірақ өте тиімді. Бір аяқта тұрған кезде тобық, тізе, жамбас және корпус айналасындағы ондаған ұсақ тұрақтандырғыш бұлшық еттер іске қосылады. Дәл осы бұлшық еттер сүрініп кеткенде немесе тайып кеткенде құлап қалудан сақтайды. Жапондар бұл жаттығуға арнайы уақытта бөлмейді.
Олар тістерін тазалап тұрғанда, автобус күткенде немесе тамақ жылытып жатқанда бір аяқта тұра береді. Зерттеушілер 10 жыл бойы жасы үлкен жапондарды бақылап, мынадай нәтижелерге келген. Күн сайын кемінде әр аяққа 1 минуттан бір аяқта тепе-теңдік сақтаған адамдарда жамбас сүйегінің сыну қаупі 60% азайған, құлау жиілігі 40% төмендеген. Қатысушылардың 80% күнделікті өмірде өздерін әлдеқайда сенімді сезінетінін айтқан. Қалай дұрыс жасау керек? Қабырғаға немесе берік жиһазға жақын тұрыңыз. Қажет болса ұстап қалу үшін. Салмақты бір аяққа ауыстырып, екінші аяқты еденнен сәл ғана көтеріңіз. Биік көтерудің қажеті жоқ. Негізгі жұмыс ірі бұлшықеттерде емес, ұсақ тұрақтандырғыштарда жүреді. Алдымен тірекпен 10-15 секундтан әр аяққа 3 рет жасаңыз. Біртіндеп тірексіз 1 минутқа дейін жеткізіңіз. Таңғаларлығы, бұл жаттығу тек бұлшықеттерді емес, рефлекстерді де дамытады, жаңа нейрондық байланыстарды қалыптастырады. Дене қауіпті жағдайда әлдеқайда тез әрекет ететін болады. Күніне небәрі 5 минут жасаудың өзі бір айда айқын нәтиже береді. Үшінші жаттығу салт аттылы тұрысы. Үшінші жаттығу жапон жауынгерлік өнерінен келген және салт аттылы тұрыс деп аталады. Бұл 50 жастан асқан адамдар үшін ең қауіпсіз жаттығулардың бірі, өйткені ол изометриялық, яғни бұлшықеттер керіледі, бірақ буындарға соққы жүктемесі түспейді. Қауіпті күрт қимылдар жоқ. Бұл қалыпта сан, жамбас және корпус белсенді жұмыс істейді. Бүкіл дене сүйенетін мықты тірек қалыптасады. Нәтижелері өте әсерлі. Бұл тұрысты тұрақты орындаған қарт адамдар 12 апта ішінде аяқ күшін 24% арттырған. Қалай орындау керек? Аяқтарыңызды иықтан шамамен 1,5 есе кең қойыңыз. Тізені бүгіп, көрінбейтін орындыққа отырғандай төмен түсіңіз. Табандар бір-біріне параллель немесе сәл сыртқа бұрылған болсын. Арқа тік, іш сәл тартылған. Салмақ екі аяққа тең бөлінеді. Сіз жамбастың бұлшықеттері үнемі жұмыс істеп тұрғанын сезінуіңіз керек. Егер сезінбесеңіз, демек жеткілікті төмен түспегенсіз. Ал егер тізеде ауырсыну пайда болса, бұл тым төмен түскеніңізді немесе тізелердің аяқтың ұшынан алға шығып кеткенін білдіреді. Күніне 3 тәсілмен 10-15 секундтан бастаңыз. Біртіндеп уақытты 1-1,5 минутқа дейін жеткізіңіз. Төртінші жаттығу саналы баяу жүру. Бұл жапон ұзақ өмір сүруінің ең бағаланбай жүрген құпияларының бірі. Мәні өте баяу жүру және әр қадамды толық сезіну. Өкшенің жерге тиюін, салмақтың табанның ортасына ауысуын, аяқ ұшының серпілуін байқау. Бұл жай ғана дене жаттығуы емес, бұл дене мен зейінді бір уақытта жаттықтыру. Жапондар мұны жиі бақтарда серуенді белсенді медитацияға айналдырады. 65 жастан асқан жапондар арасында жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, 3 айлық тұрақты саналы баяу жүруден кейін аяқ қолдағы қан айналымы 50%-ға жақсарған, құлау жиілігі 40%-ға азайған. Ал динамикалық тепе-теңдік қозғалыс кезінде тепе-теңдікті сақтай алу қабілеті 50%-ға артқан. Қалай орындау керек? Кедергісіз орын табыңыз. Алғашында үйдегі дәліздің өзі жеткілікті. Әдеттегі жүріс жылдамдығынан 4-5 есе баяу жүріңіз. Қадамдардың реттілігіне толық назар аударыңыз. Өкше жерге тиеді, салмақ табанның ортасына ауысады, аяқ ұшымен итерілу. Терең әрі бір қалыпты демалыңыз. Әр 3 қадамға бір толық демалу шығару жасаңыз. Күніне небәрі 3 минут жеткілікті. Күш, үйлесім және дененің кеңістіктегі қалпын ішкі сезіну қабілеті дами бастайды. Дәл осы қасиет қараңғыда сүрінбей жүруге және тегіс емес жолда тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. 5-ші жаттығу аяқ ұшына көтерілу. Қарапайым көрінеді, бірақ балтыр бұлшықеттері үшін өте қуатты жаттығу. Көп адам білмейді, балтырды адамның екінші жүрегі деп те атайды. Өйткені оның жиырылуы қанның ауырлық күшіне қарсы жоғары жүрекке қарай қозғалуына көмектеседі. Жапонияда 60 жастан кейін балтырды нығайтуға ерекше мән беріледі. Бұл бұлшықеттер жүруде, баспалдақпен көтерілу кезінде тұрақтылықты сақтауда және құлаудың алдын алуда шешуші рөл атқарады. Жапондар аяқ ұшына көтерілу жаттығуын күнделікті өмірде жасайды. Кезекте тұрғанда, тіс тазалағанда, лифт күткенде қалай орындау керек?
Аяқтарыңызды иық деңгейінде қойыңыз. Баяу түрде аяқ ұшына мүмкіндігінше жоғары көтеріліп, содан соң жайлап қайта түсіңіз. Қимыл толық бақылауда болу керек. Секіріссіз, теңселусіз. Алдымен екі тәсілмен 15 қайталаудан бастаңыз. Қабырғаға немесе жиһазға сүйенуге болады. Кейін 3 тәсілмен 20 ретке дейін жеткізіңіз. Ең жоғары нүктеде 1-2 секунд кідірсеңіз, пайдасы барынша артады. Күн сайын орындаңыз. Ең дұрысы күн ішінде 2-3 қысқа сессияға бөліп жасау. 6-шы жаттығу қабырғаға сүйеніп присет жасау. Бұл 60 жастан асқан адамдар үшін ең қауіпсіз әрі тиімді изометриялық жаттығулардың бірі. Ол санның алдыңғы бұлшықеттеріне, жамбасқа және корпус бұлшықеттеріне айтарлықтай жүктеме береді. Бірақ буындарға мүлде соққы салмақ түсірмейді. Жапон мәдениетінде бұл жаттығу шыдамдылықты дамыту тәжірибесімен байланыстырылады. Тек денені ғана емес, сонымен бірге рухты да жаттықтыру. Яғни қиындықты сабырмен көтере білу. Ауырлаған сәтте берілмей, босаң күйде қалу. Қалай орындау керек? Арқаңызды қабырғаға тіреңіз. Аяқтарыңызды иық деңгейінде, қабырғадан шамамен 30 см алшақ қойыңыз. Жайлап төмен сырғыңыз. Тізелер шамамен 90 градус бұрышта бүгілгенше, көрінбейтін орындықта отырғандай. Тізелер міндетті түрде тобықтың дәл үстінде болуы керек. 65-75 жас аралығындағы жапондар арасында жүргізілген зерттеу өте әсерлі нәтиже көрсетті. 8 апта тұрақты жаттығудан кейін аяқ бұлшықеттерінің күші орта есеппен 14%-ға артқан. Баспалдақпен шаршамай көтерілу қабілеті 27%-ға жақсарған. Қалай бастау керек? Алдымен 15-20 секундтан күніне 3 тәсіл жасаңыз. Біртіндеп уақытты 1 минутқа дейін жеткізіңіз. Ал енді бонус. Бұл жаттығу аяққа арналмаған, бірақ соңғы 10 жылда Жапонияда бүкіл ағзаға беретін керемет пайдасының арқасында ерекше танымал болды. Бонус жаттығу. Көлденең сырықта асылып тұру. Бұл турникке асылып тұру. Барлығы өте қарапайым. Тік қолмен көлденең сырыққа асылып, жай ғана тыныс алу керек. Бірақ әсіресе 50 жастан кейін соншалықты күшті болғандықтан жапондар оны күнделікті тәжірибелеріне енгізген. 3 негізгі пайдасы бар. Біріншісі омыртқаның декомпрессиясы. Омыртқа аралық дискілер сирек болатын мүмкіндікке ие болып, жазылады әрі ылғалмен қоректенеді. Жүйке түбіршіктеріне түсетін қысым азаяды. Екіншісі ұстау күшінің артуы. 60 жастан кейін қолдың ұстау күші сөзсіз төмендейді. Ал мықты ұстау өмір ұзақтығымен тікелей байланысты. Ғалымдар мұның арасында нақты байланыс бар екенін анықтаған. Ұстау күші неғұрлым мықты болса, адам соғұрлым ұзақ өмір сүреді. Үшіншісі иық буындарының қозғалғыштығы. Жас ұлғайған сайын иық буындары жабылады. Жоғарғы сөрелерге жету тіпті шаш тараудың өзі қиындайды. Ал асылып тұру қозғалыс ауқымын жұмсақ түрде қайтарады. Бірақ өте маңызды ескерту бар. Егер иықтарыңыз ауырса, артроз болса, немесе иық буындарының импиджмент синдромы анықталған болса, бұл жаттығуды жасауға болмайды. Мұндай жағдайда оны қарапайым қолды жоғары созумен алмастырыңыз. Тік тұрыңыз, қолдарыңызды мүмкіндігінше жоғары көтеріп, арқаңызды тік ұстап, жоғары созылыңыз. 10-15 секунд ұстап тұрыңыз. 5 рет қайталаңыз. Бұл иыққа салмақ түсірмей ақ омыртқаны созуға көмектеседі. Турникке қалай дұрыс асылу керек? Саябақта, спорт залында немесе үйдегі берік турник табыңыз. Қолды жоғарыдан ұстап, иық деңгейінде немесе сәл кеңірек қойыңыз. Иықтарыңызды босаңсытыңыз. Денеңізге еркін созылуға мүмкіндік беріңіз. Жай ғана асылып, тыныш демалыңыз. Қалай бастау керек? Алдымен 5-10 секундтан бастаңыз. Арасына демалыс салып, 5 тәсіл орындаңыз. Уақытты біртіндеп арттырыңыз. Жапондар көбіне бұл жаттығуды таңертең ұйқыдан кейін бірден жасайды. Бүкіл күнге арналған сымбатты қайта жүктеу ретінде. Тағы бір маңызды жайт. Асылып тұру жайсыздықта сабыр сақтауды үйретеді. Бұл жапон философиясында жоғары бағаланатын қасиет. Және ол таңғаларлық түрде күнделікті өмірге де ауысады. Ауыр кезде үрейге берілмеу, өзін ұстай білу. Міне, жапондарға 80 жастан кейін де аяқтарын мықты, өмірін белсенді ұстауға көмектесетін 6 жаттығу мен бонус осылар. Мұнда бастысы қарқын емес, тұрақтылық. Аптасына 1 рет қатты жасағаннан гөрі күн сайын аз-аздан орындаған әлде қайда тиімді.
Құрметті көрермендер, егер бұл видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазылыңыз. Бұл каналда біз сіздің денсаулығыңызды жақсартуға арналған ғылыми дәлелденген кеңестермен пайдалы ақпараттарды бөлісеміз. Күн сайын жаңа видео, жаңа мотивация және жаңа білім. Сондықтан қоңырау белгісін басып қойыңыз және жаңа видеолар шыққанда біріншілердің бірі болып көріңіз. Сіздің әрбір лайк пен пікіріңіз каналдың өсуіне және көбірек адамдардың өз денсаулығына көңіл бөлуіне себеп болады. Бірге сау болайық. Келесі видеода кездескенше, бұл канал сіздің денсаулығыңыз үшін жұмыс істейтін болады. Аман, сау болыңыздар.